жағдай қалай? Денсаулық қалай? Өзің қалайсың? Қош келдің. Жақсы, рахмет. Төрлет, отыр. Менің аты жөнім Ержан Жұмабек. Жасым 30-да. Қазір Түркия еліндегі Өмер Халистемир университетінің докторантымын. Балық шағым Шығыс Қазақстан облысы, Южный ауылы мен Ұржарды ауылында өтті. Мектеп кезінде абай оқуларына көп қатысатын Мұқағали. Сол ұмытпасам, абай шәкіртімнен бір 250-дей жатқа білем. Мұқағалидан 150 өлең жатқа білем. Абай жолын жатқа білем деп айта аламын. Өлең жазуды бала кезден бастадым. Енді әке-шешеміз соған баулыды. Атқа мініп суда жүзіп өстік. Өз басым домбыра, гитара бәрінде ойнаймын. Музыка мектебінде бітіргем, нота танимын. Көптеген әншілердің әніне сөз жазып жүрмін. Атап айтатын болсақ, Марат Омаров, Әли Оқап, Серікбол Сайлаубек, Нұрлан Алуан, Зивара, тағы да басқа әншілердің әндерінің сөзінің авторымын. Ержан ініміз қазіргі ақындардың әнге сөз жазатын, оның ішіндегі әнге дөп түсіретін ақындардың бірі, одан кейін тез жазады сөзді. Кешке берсең түнде беріп тұрады сөзін. Аға бітіп қойдым ба сөзді. Сосын бір-екі күн талқылауға түседі сөз. Бітті сонымен. Енді көп ақын әнге сөз түсіре алмайды. Өйткені әнге сөз жазу өте қиын. Ол бұлайша бір халық оны бір 3-4 минутта тыңдайды өліп кетеді ғой. Бірақ оның жазылу барысы, сөзі, ол сөздің ішіндегі әнге түсетіні, оның ішінде мағынасы, ол әрбір ақынның қолынан келе бермейтін дүние ол. Раушан гүл едім, кілтін тауып қалайда, кірдің жүрек сарайға. Өзің болшы мәңгі тілегі. Жүрек оты жанғанда, ғашық болмақ жан бар ма? Қол ұстасып екеуміз жетейік арманға. Биіктерге шығамыз, бақыттымыз сірә біз. Шын махаббат барына тек екеуміз куәміз. Дауыстарың жынды болды, арысында. Аха, ну, а вообще мынандай ақындар тұрған кезде, қасында еще басында тұрған кезде, сөздерін айтпау, дұрыс анық айтпау, ұрсады ғой сосын. Жоқ, Зивара тілі тұнық, деген әріптердің бәрін жақсы айтады. Тілі қазақшасы шыққан. Мен бір тақырып берсем, сол тақырыпқа лайықты қылып сөз жазады, және жеңіл. Қазіргі өмірге лайықты андай астарлап жазбайды да, әдемі сөздермен, жеңіл сөздермен жазылады. Сол үшін өзіме қатты ұнайды. Ұнамаған жерін Ержанға айтамын, мына жерін алып тастайықшы, мына жерін не қойсақ болады деп ұсыныс тастаймын. Сөйтіп жеңіл жұмыс істейміз. Мені түсінеді, мен оны түсінемін. Маған не керек екенін біледі. Ассалаумағалейкум. Қаңыз қалай? Қалай? Амансың. Ішке керек жүріңіз оны? Ал енді кітабың құтты болсын. Рахмет көп. Түркиядан шығып жатқан. Түркиядан. Бүкіл елдің абыройын көтеріп жатсың, Қайсери қаласынан. Интернетте көріп жатырмыз. Сол Түркияның газет журналдарына шықты, телеарналар келіп түсірді. Абай атамыз негізін қалған классикалық поэзия өз өзінің биігінде. Ол ешқашан аласарған жоқ. Бүгінгі заманда да сол биігінде келе жатыр. Одан ары қарата шарықтап, қарыштап дамып бара жатыр. Соның бір саласында, бір қанатында менің Ержан інім кетіп бара жатыр. Ол өзінің сол тамшыдай болсын үлесі бар сол поэзияда. Кешегі жаңағы түріктердің мойындатып жатуы, Түркияда тұсаукесер жасап жатуының өзі 20-ның ар жақ бер жағында азаматтық үлкен жетістік. Бұл үлкен ақындарымыздың армандаған жетістігі. Соған Ержан жетті өзінің еңбегі, ешқандай тіреп тұрған оның адамы жоқ. Шексіздік шұғыласы деген жыр жинағым түрік тілінде басылды. Түрік ағайындары тек кітабымды шығарып қана қоймай, Кайсери қаласында үлкен кешім жасады. Түркияның қаламгерлері, жазушылары, ақындары қараған екен. Былайша айтқанда түрік комиссиясынан өткен.
сосын барып түрік ағайындарының қолдауымен сол елдің жарық көрді. Өлең жазсам отырып ойды ақтарып, ауыл қонар параққа жайлап барып, балалығым барқыт бел бауырында мені күтіп жүрмекен ойнақ салып, о туған жер ыстық ед өңің неткен, таба алмаспын жаһаннан сені көктен, куәгері балшақтың тағы өзіңсің, алғаш қызға ғашыққа тебіренткен. Мен 4-ші сынып оқып жүрген кезде домбыра курсына барғым келді қатты, бірақ шертетін сол ұлттық аспабым жоқ. Әкеме айттым, маған бір домбыра сатып алып берші, әке деп. Содан әкем Қытайдан келген бір қандастарының үйінде қонақта болып, бір домбырасына көзі түседі, содан сұрайды. Түйе сұрасаң түйе берейін, бие сұрасаң бие берейін, ана домбыраңды маған сыйла, ұлыма тартып өтейін деп. Сосын ана кісілер келіспейді. Бізде бәрі бар дейді ғой енді. Әкем ойланып отырып, сол үйге кіріп бара жатқан кезде тауықтар жоқ екенін білген екен. Өзі бізде 10-ақ тауық. Сосын әкем айтты, онда сізге тауық әкеп берейін, мына домбыраңды қимаған деп. Сосын ана кісілер келісіп, әкем үйге келіп бір мөлшекке 10 тауықты сабап, ана домбыраны маған әкеп береді. Мен ол кезде кішкентаймын, 3 оқимын ба, 4 оқимын ба, саусақтарым жетпейді пернелерге. Сөйтіп өнерге келдік. Қарсы тұрып қасірет құйынына, төтеп берген тірліктің тұйығына, дәрігерлер әу бастан ең маңызды, батпан жүкті байлаған иығына. Осыдан 7-8 жыл бұрын анам қатты сырқаттанып ауруханаға түсіп қалды. Ол кезде өмірдің бір қиын кезеңдері болған шығар деп ойлаймын. Себебі бір айдай жан сақтау бөлімінде жатты. Қатты салмақ болды маған, жүйкеме де, жүрегіме де. Сол кезде бірінші Құдай, екінші ақ халатты абзал жандар анамның жанын алып қалды десем болады. Одан кейін сол дәрігерлердің еңбегін көргесін мен оларға бір сыйлық ретінде өлең не ән жазуды жөндеп білдім. Шабытым келді. Сосын ақ халатты абзалжан деген ән туды. Ержан шашынан тырнағына дейін өнер тұнған азамат, үлгі тұтатын аға, бір істі бастаса соңына дейін жеткізеді. Мысалы, өлең жазса, кітап оқыса, көзінің майын тауысып, танауынан қаны қанша отырады. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады дейді. Сондықтан еліміздің болашағы білімді жас ұрпақ. Қазір спорт, өнер, білім, ғылым қай салада болмасын, қазақтың мықты жастары көп. Мағжан Жұмабаев жалында ақынымызша айтсақ, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін. Сен еш өкінбе, жылама, Тәңірден жауап сұрама. Таласқа түссе бақыттың тағдырды ғана кінәлі. Тыным бермесе небір ой, көктемін қимас көңіл ғой. Қайғыра берме күні түн, бұл бар болғаны өмір ғой. Дегенмен өмір сүру қандай жақсы. Әрине демес едім балдай жақты. Қиналып жұмбағына жауап таппай кім болсын құдіретіне таңдай қақты. Адамның өртеп мұңның оттары шын, бір күні тірлік сөйтіп тоқтауы үшін, жүректі не көрсек те суытпайық, сезімсіз өмірге әкеп соқпау үшін.